Жарақаты кішкене қанатты одан сайын қайрап жіберген секілді, ашуына тиген секілді. Сонымен қалай дегенде де жеңіс құтты болсын, құрметті көрермендер. Алғашқы раундта Қанат Ислам нокаутпен жеңіске жетті. Бұл Қанат Исламның кәсіпқой бокстағы 23-ші жекпе-жегі, 23-ші жеңісі. Құтты болсын ағайын. Міне, барлығы да өзіне жарасымды. Міне қазақтың тақиясы дәл қазір осы шаршалаңның тәжіндей боп басына келді. Қанаттың, қазақтың сол маңда көк байрағымызда желбіреп тұр. Бәрекелді дейміз, жарайсың дейміз. Міне қызыл көрте жаңағы шүйлік өтін қырандай қабағы жарылған сәтте ашуына осы бір тамшыған тиді-ау. Міне Бауыржан Оспанов осы азаматқа да айтар алғыс зор жанкүйерлер тарапынан. Жарайсың дейміз. Мінекей қанша уақыт күткен Қанат Исламның жекпе-жегі өте тез аяқталып қалғаны болмаса, өте сәтті өтті. Сонымен Қанат Ислам мінекей қайталап ұсынуы тиіс. Қазір режиссерлар Бауыржан Оспанов жанынан табылды. Қиын сәттерде, жеңісті сәттерде. Сонымен дәл осындай бір емес бірнеше соққы тиді. Шаршалаңның 5-ші бұрышын іздеп кетті деп жатамыз. Робсон дәл сондай күй кешті. Енді бір 10 секундтай шыдағанда бәлкім... Енді өзің айтқандай оң қолы өте жойқын соққы жасайтынын осы аяқ алсынан айтып отыр еді Қанаттың. Сол оң қолмен нүкте қойған екен осы жекпе-жектің барысына. Қос боксшы жайында да біраз ақпаратымыз бар еді, айтып та үлгермедік. Робсон өзінің 4-ші жеңілісіне ұшырады. Және осы 4 жеңіліске ұшыраған 4 жекпе-жегінде ол өз елінде емес, яғни сырт елде, Канадада өткізген екеуін, біреуін Австралияда, мінекей ақш-тағы алғашқы жекпе-жегі болатын. Бұл да сәтсіз болды. Қанат Исламның бұл Америкадағы 4-ші жекпе-жегі өте сәтті. Бауыржан Оспанов